Қайырлы күн достар, бүгін ет тамақ пісіреміз, бешбармақ қазақша. Алдымен етімізді кастрөлге осылайша салып, астына ашып қоямыз, қайнаған күтеміз. Қайнаған кезде бетіне шыққан көбіктерін алып тастаймыз. Етімізге мамамыз қазы, қарын және жамбас сүйек салды. Етім тұздалған соң алдын ала мен қазір тұз салмаймын. Кейінірек қосатын боламын дәміне қарай. Егер сіз етіңіз тұздалмаған болса, сіз әуелгіден бастап салсаңыз жақсы, дәміне қарай саласыз. Тұздығы үшін 1-2 пиязымызды турап аламыз. Оған қызанақ, көк жуа қоссаңыздар болады. Және міндетті түрде сорпаның бетіне шыққан майын осылайша ожаумен қосатын боламыз. Осыдан соң тұздығыңызға бұршыңызды қосып, аскөктеріңізді қосып, бетін жауып қойсаңыз болады. Бұл өзі бұғып тұрады. Бірақ менің жуаларым ірі-ірі болып туралғаннан кейін мен оны қайнатамын. Қазір 1-2 минут бұрқ етіп қайнатқызып аламын. Етіміз қайнай береді. Оған мен әуелгіде бір сәбіз салғанмын. Уақыт келе 2-3 картошканы да салып жіберемін. Ал енді мен қамырымды жаюға кірісемін. Мен қамырым алдын ала дайындап алғандықтан мен оны қазір тек жайып жатырмын. Сол себепті егер сізге қамырды қалай илеу керек екені қызық болса, онда мен қазір төбеде видео қалдырып кеттім. Сол жақта мына асылатын қамырдың үлгісі көрсетілген. Қамырды жайып болған соң 2-3 сағатқа қойып кептіріп қойдым. Кепкен қамырды осылайша керек формада, керек бөліктермен кесіп алып жатырмын. Үш сағат қайнаған соң етімізді шанышқымен тексеріп көреміз. Піскен піспеген. Содан соң жақсы кіріп тұрған болса, етімізді сүзіп аламыз. Қазір ет сүзіп болған соң осы сорпасына қамырымызды асатын боламыз. Осы сорпаға тағы да 2 литр су құямыз қайнап тұрған. Дәміне қарай тұз салып, сорпамызды қайнатып тұрған кезде осылайша қамырларымызды салып қоямыз. Табағымызға тұздықтан кішкене тамғызып жіберіп, сүзгішпен қамырымызды сүзіп аламыз және жая береміз табақтың бойына. Қамырымыздың үстіне тұздығымызды құйып тұрып, осылайша араластырып қоямыз. Тұздығымызға қызанақ, аскөк, көк жуа сияқты дүниелер көп болған сайын ол тұздық өте дәмді болады және ет тағамымызға жақсы дәм береді. Апамыз етімізді үлестіріп қойып жатыр. Қазысын, етін, жамбасын, қарнын, картоп, пиязын бәрін үлестіріп қойып жатыр. Өте дәмді нағыз бешбармағымыз дайын. Ас болсын сіздерге де. Видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Арнамда болыңыздар. Қоңыраушаны басып, каналыма жазылып қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше.